мен гана биринчи болуп келдим. Әлі ерте, потому что өте ерте. Мен 37-те келіп алдым, уже 35-те келдім да. 7:35-те сабақ 8-де басталады. Вот. Шашым болып тұрма деп ужас, я боюсь. Ладно. Итак, достар, бізде қазір келеді. Мен свет жақпаймын, өйткені маған жарықтан қарағанда қараңғы, мәдінелер ұнайды. Неге білмеймін. Қазір бізге әдебиет сабағы. А еще именно қазір менде ютубқа видео салынып жатыр, так что күтіңіздер, уже аз ғана қалды. Мен монтировать етіп видеомды кеше сап қойған болатынмын. Яғни менің өмірімді өзгертемін деген. Қарап, көріп кетсеңіздер болады. Сәлем қыздар. Сендермен бірге мен деп қайттан келген еді. Вот, біздің қыздар андай не көріп жатыр. Біз ктаға дайындалып жатырмыз, короче. Вот, қазір мен осындамын. Я хочу кушать, типа. Короче айтқанда, бізде кітап болады. Скоро одан да біліңіздер. Қазір бірде орыс тіл сабағы. Вот біздің бірінші класстар опять ойнап жатыр. Әріп береміз. Қатты кетті ғой. Кеңдермен бізде ұлдардан қылыспаймыз де. Сулифа. Сулифа. Ойғада шықтан білдірген. Қырғада шықтан білдірген. Сулифа. 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 Окейдер. Өтпейді ғой менікі. Сулифа. Сулифа. Ой, я. Демек түспей ғой деймін. Вот, біз қазір туалеттеміз. Феромен бізде қазір өкшін деген. Ребята, давай қолыңды істе. Давай. Давай ұр. Эй, достар, мен қазір мектептен келдім. Бізде уже сабақ аяқталды. И теперь мен қазір киімімді ауыстырып, уже қайтадан мектепке кетем, сондықтан сол киімімді киіп алатын боламын. Итак, достар, менді мектепке баратын боламыз. Вот, и я. Мен қазір шұғылан едемін. Шұғылан күтіп отырмын, ол орка істеп жатыр үйіне. Хай. Короче, біз мектепке бара жатырмыз. Хей. Вот, я мынау біз тұрмыз. Не біздің квалет. Хай. Хай. Сірем. Давай, кетеміз. Ой, тұрсам жай. Хай. Біз тұрмай кеп заңдаймыз еді ғой. Олардан қаламыз. Өй, жапсаңыз. Вот, біз тексереміз. И теперь, достар, мен қазір менде сағат 4-тен 5-ке дейін тренировка дейтін. Не? Тренировка жасауым керек, яғни менде бір тәте бар, өте бір комфортно тәте, еще русский языкта, русский блогер. То есть тренировкаға әртүрлі дүниелер түсіреді. Блогтар, например, тренировка түсіреді, сол тәтені көретін боламын. И вот, ребята, мен осындай бір тренировкаға арналған, осындай мотивацияны блог болды бүгінгі күн. Келесіде тренировкалар болады, әрине мен ол тәтемен бірге жасайтын боламын. И теперь қазір бізде сағат тура 5 болды, мен 5-тен 6:30-ға дейін сабақ оқуым керек, яғни менің режимдем сондай. Яғни мен сіздерге осы блогта айта кеткенімдей, менің күнделікті күнім. На самом деле, менің күнделікті күнім именно осылай өтеді деген сөз емес. Яғни мен әр күнге әртүрлі жоспарлар бар. Мысалға, бүгін мен тренировка істесем, ертең мысалға дорама көремін. Бірақ мен бағана дорама көріп тастадым. Мен күнде көре беремін негізі.
например, мен словарь жаттауым мүмкін осындай уақытта, немесе демалуым мүмкін, немесе басқа да нәрселерді жасауым мүмкін. Сол сияқты қазір мен именно сабақ оқитын боламын. Ендеше сіздермен бірге оқиын. И вот менің қолымда өзім дневнигім. И бүгінгі берілген сабақтарды қарайық. Мысалға бүгін бізде ең соңғы бірінші сағатта бізде қазақ әдебиеті болды. Қазақ әдебиеті енді бізге пятница күні болады. Одан бізге бір какой-то пересказ оқуға берді. Мен пересказды әрине сол күні оқитын боламын. Келесі пән бізде алгебра. Алгебрадан яғни бізде тоже пятница күні болады. Номер 3 есепті шығарып келуге берген екен. Біз осыны қазір шығаратын боламыз. Сіздер менің жұмысын қалай орындау керек немесе басқа да блогтарымнан көрсеңіздер, мен бүгінгі берілген тапсырманы бүгін орындап тастаймын. И потом ертеңгі тапсырмалар уже орындалып тұрады. Менде сондай привычка, сіздер білсеңіздер егер. Вот, достар, в принципе, алгебрада мен шығарып болдым, бітірдім. Келесі пән бізде орыс тілі пәнінен бізге қайталау яғни. Но мен қазір осылай орыс тілінен бізге берген ережелерді жазатын боламын беттерге. Мен қазір ереже жазатын боламын. Бізде роман эпопея деген осы жерге толтырып жазып шығатын боламын. Все, мен ереже жазып болдым. Потом тетрадын салып, орыс тілі пәнін бітіретін боламыз. Келесі сабақ биология. Биологиядан бізде моногибридті будандастыру деген тақырыпты маған жаттап, оқып, түсініп келуге берген болатын. Бұл бізде пятница күні сол кезде оқитын боламыз. Теперь бізде келесі ол английский язык. Бізде английский язык орындауға берген болатын. Қазір сонда бірге орындайтын боламыз. Я уже все жазып қойдым. Менде ағылшын тілі уже бітті. Ағылшын тілі біздегі бүгінгі болған последний сабақ болады. Так что, жоқ, последний емес, ағылшын тілі бізде орындайтын сабақтардан последний сабақ бізде дене болды, яғни дышық. И все, енді келесі ертеңгі сабақтарға кеттік. Ертеңгі болатын ретімен сабақтардың барлығы да мұнда тұр. Мен қазір осының бәрі реттеп, ертеңгілерін алып, бетінде тұр онсыз да, ал бүгінгі болғандарды орындарына қоятын боламын. Вот, мен реттеп қойып қойдым, мынау ертеңгі болатын сабақтар. И теперь, достар, бізге бірінші сағатта ертең химия болады, химиядан бізге қайталау. Вот, геометриядан есепті аяқтауға берген, мен ол есепті шыны керек, қатты түсіне қоймадым, так что орындамаймын. Құқық негіздері бұдан бізге тоже қайталау. Келесі бізде физикадан тоже қайталау. Кітабында бағана апай алған болатын, бермеді. Келесі пән бізде денеден, яғни бәрімізде де қайталау. А вот қазақ тілден 101-ші беттегі 10-ші тапсырма жазып келуге берген болатын. Мен оны жазып қойдым алдында. Вот, мен оны алдында жазып қойған болатын. Блокта бар шығар. Все, мен орындамаймын, жазып қойған беткен. Последний ертеңгі бізде болатын сабақ ол көркем еңбек, одан тоже қайталау. Мен сабағымды бітіріп тастадым. Мен де айтып едім, жаңа 6:30-ға дейін уақытым бар деп, атак тұп-тұр 6-да сабақты бітіріп тастадым. Все, я уже сабақ оқымай свободнамын, поэтому мен қазір сағат 6:30-ға дейін уақытым болғаннан кейін жарты сағат бағана мен дорамамның басын бастап, кәдімгідей 15 минутын көріп сағам, сол дорамамдан аяқтап көретін боламын. Уходи! Дауминси! Ребята, мен ютубтан жаңағыдай бір күшті бір видеоролик көрдім, және актерский шеберлік туралы актерский дамыта білдім. Чтобы, если актерский білімді білу үшін, сіздерге, например, андай екен да, мен бір түсінгенім, актерский білімді білу үшін, актерский, яғни өнер жолын таңдағаннан кейін, ең алғашқы дүниелерден бастау керек та. Мысалға, қазіргі таңдағы басқа бір шет елдерді көріп алып, солармен емес, именно сіз қазақ тіліне келгеннен кейін қазақ тілін насихаттауыңыз керек та. Поэтому ең алғашқы қазақтың композиторлары, қазақтың бүткіл өнерін, бүткіл бастамасын, жаңағыдай қазақтың ең алғашқы фильмі қандай болды, қандай ең алғашқы театр қаншасыншы жылы ашылды, қандай театр, қандай композитор, соның барлығына дұрыстап білу керек екен. Қазіргі заманмен текстелмей, бұрынғы заманнан бастап насихаттау керек. Ол кез келген тесте, кез келген оқуда келетін белгілі, сондықтан осы нәрсені менің 1 минуттық видеомда біраз болсын түсінгендеріңізді қаладым. Әрине мен арыға қарай да қарап, соның бәрін зерттейтін боламын. Ал қазіргі таңда менің уақытым аяқталды, сондықтан мен қазір английский языктен словарь жаттайтын боламын. Вот, менде осындай ол 4-ші сыныпта алған осындай ағылшынша қазақша сөздік бар, ол и осындан сөздік жаттайтын боламын. Что же, ребята, енді мен болдым. Мен бүгінгі блогты аяқтауым келеді. Мен бағанадан бері фанфик оқыдым. Енді қазір ұйықтауым керек, жуынып алып ұйықтайтын боламын.
Сонымен менің бүгінгі күнім именно осылай өтті. Надеюсь, сіздерге бұл влог ұнады деген ойдамын. Егер маған лайк басып, анама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда влог емес, басқаша жанрдағы керемет видеолар шығатын болады. Көріскенше.